Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы ақылды үй. Бүгін сабақта фантастикалық әңгімені оқып, оны түсінесің. Әңгіменің жалғасын болжап айтуды үйренесің. Жаңа сөздермен танысайық. Ақпарат, информация, даму, развитие, келесі, следующий, әсіресе, особенно. Суретке қара, болашақтың көп қабатты тұрғын үйі туралы не айта аласың? Оқиық. Ақылды үй. Мына зәулім ғимарат қаладағы көп тұрғын үйдің бірі. Бұл үйде сұңғат тұрады. Біздің үйімізден айырмашылығы өте көп. Мұнда көп нәрсе өзгеше екен. Әр қабаттағы балконға ұшатын көліктер келіп қонады. Тіпті қоқыс салатын жәшіктер де ақылды. Қоқыстарды өзі-ақ түрге бөле алады. Келесі таңғалғаным, бұл үйдің қабырғаларында күннен қуат алатын батарея бар. Ал төбесінде жаңбыр суын жинайтын арнайы құбыр орналасқан. Ол құбырмен жаңбыр суы үйдің астында орналасқан су қоймасына жиналады. Ол суды тұрғындар киім, ыдыс, көлік жууға, айналадағы ағаш пен жасыл алаңдарды суаруға пайдаланады. Бұл үй расында да ақылды. Айтпақшы, осы биік үйдің төбесінде саябақ бар дегенге сенесің бе? Үй туралы қандай ақпарат саған айрықша ұнады? Мәтіннің ұнаған тұсын оқып бер. Үлгі. Әр қабаттағы балкон үлкен алаңға ұқсас. Бұл ашық алаңқайға ұшатын көліктер келіп қонады. Берілген сөйлемді оқы. Жоғарғы мәтіндегі қара мен берілген сөздермен сәйкестендір. Онымен жаңбыр суы арнайы орынға ағып барады. Көп қабатты үйде тұратын адамдар. Мұнда көліктер келіп қонады. Құбырмен келген жаңбыр суы жиналатын орын. Арнайы орынға, құбырға. Адамдар, тұрғындар. Мұнда балконға жиналатын орын, су қоймасы. Сен білесің бе? Ақылды үй біздің заманымызда да бар. Ақылды үйде жарық, су үнемделеді. Егер өрт бола қалса, өрт сөндіру құрылғылары іске қосылады. Үйдің ішінде бейнебақылау камералары орнатылған. Үй иесі шаруаларын алыстан басқара алады. Назар аударайық. Фантастикалық әңгіме ойдан шығарылады. Оқыған әңгіме саған ұнады ма? Несімен ұнады? Бұрын оқыған әңгімелерден қандай айырмашылығы бар? Осы әңгімемен ертегінің қандай айырмашылығы бар? Ізден. Болашақтағы ауыл үйлері қандай болады деп ойлайсың? Ғаламтордан мәлімет іздеп көр. Посттерге сурет сал. Өз қиялыңдағы үй туралы айтып бер. Үлгі. Менің ойымша 2070 жылы ауыл үйлері дөңгелекпен жүретін болады. Менің ойымша 2070 жылы ауыл үйлері электр қуатын күннен алатын болады. Менің ойымша 2070 жылы ауыл үйлерінің ауласында жаңбырдың суын өңдейтін құрылғы болады.